А студионың негізін қалаушылардың бірі Байғали Серкебаев фонд ашқалы жатыр деген қауесет ел арасында өріп жүр. Оның мән-жайын әншінің өзінен сұрауды жөн санадық. В этом году мы открыли фонд. Біз қазіргі таңда Ермек Серкебаев атындағы қазақ өнері мен мәдениетін қолдау фондын аштық. Бұл бастаманы қызым Камила қолға алды. Аталарын ұмытпай жүрген ұрпағым барына мен қуаныштымын. Ал оның негізгі мақсаты қазақ өнерін қолдау. Сонымен қатар өзге де маңызды істерді қолға алуды көздеп отыр. Основные задачи фонда — это поддержка молодых музыкантов. Негізгі мақсат әрине жастарды қолдау. Дегенмен сахнаның қарттарын да естен шығармаймыз. Оларға да қолдан келгенше көмек беруге тырысамыз. Осындай маңызды істерді қолға алса да, өзі иелік ететін The Jiggits тобын да ұмыт қалдырмақ емес. Қазірдің өзінде продюсері олардың шығармашылығына білек сыбана кірісіп кеткен. Жуырда Лондонға барып қайтқан жігіттер жаңа бейнебаян түсіріпті. Мы записали один дуэт. Біз сол елде білім алып жатқан отандасымызбен дуэт жаздық. Сол жерде тез арада бейнеклип түсірдік. Жуырда соны осы Гәкку арнасынан ұсынатын боламыз. Әрине, біз оны асыға күтеміз. Ең бастысы сапалы болады деген сенімдеміз.